Сәлем барлықтарыңызға, қалдарыңыз қалай, жақсысыздар ма, дендеріңіз сау ма? Мен біраз болды ютубқа видео салмай, үзіліс жасағаныма уже бір айдан асып кетіпті. Сіздерге енді тек қана пайдалы ақпараттар ғана салып қана қоймай, күнделікті влог, лайфстайлда салып отырайын деп шештім. Енді күнделікті лайфстайл салам, влог болады и және де пайдалы ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын. Айтпақшыдай, менің жоғалып кеткен себебім осы, ауырып қалдым. Сол ангинам ауырды, сол салқын тигеннен, содан ұзақ неге ютубқа видео салмай қалдым. Солай қыздар, жағдайларыңыз қалай? Вот мен сіздермен енді күнделікті лайфстайлмен бөлісіп отыратын боламын, және пайдалы ақпараттар тағы не салайын, соның барлығын салатын боламын. Алла қаласа. Менімен бірге болыңыздар. Қайырлы таң барлықтарыңызға. Бүгін біз сағат 9:30-да тұрдық. Таңертең тұрғаннан кейін жолдасым екеуміз таңғы ас жасауға кірістік. Жолдасым таңғы ас жасап жатыр, ал мен қызымның шашын тарап жинап жатырмын. Жинап болғаннан кейін мен де таңғы асқа керек заттарды столға турап дайындадым. Біздің таңғы рутинадан АСМР болсын. Бүгін бізде жұмыс көп. Үйге кішігірім қонақ келеді, соған дайындалу қажет. Салды жинаш енді. Наконец, Что, хлеб? Таңғы асты ішіп болғаннан кейін әдеттегідей барлығы жан-жаққа қарай кетеді, ал мен мынау шашылған ас бөлмені жинап шығамын, ыдыстарды жуамын, барлығын реттеймін. Содан кейін кішігірім қонақ келеді деп айтқан болатын, сол қонақтарға арналған етімді асуға дайындап жатырмын. Жолдасым маған үйді пылесостап беріп көмектесіп жатыр, өйткені мен үлгермей жатырмын, ал мен мына жақта бауырсақ пісіріп жатырмын. Сәлден соң үйге қайын сіңілім келіп, полдарды жуып, шаңды сүртіп, басқа да жұмыстарды істеп көмектесті. Соның арасында жүріп, балаларды далаға ойнауға алып шығып келдім. Үйге келетін қонақтар да келді. Мен мына жерде ет тамақ беріп болып жатқан кезім, оны түсіріп үлгерген жоқпын.
Қазір енді кісілерге уже шай беріп жатырмын. Қонақтар түрлі тілектер айтып жатыр, лебіздер айтып жатыр. Мен сол мына жақта әумин деп тұрмын. Аман-есен қонақтарымызды шығарып салып болғаннан кейін жолдасым екеуміз мына жердегі ыдыстардың барлығын тасып, ас бөлмеге тасып болғаннан кейін залдың столының үстін дастарханын тазалап болғаннан кейін жаймендеп ас бөлмедегі ыдыстардың барлығын жуып, тазалап, барлығын орнына уф деп тазалап барлығын жуып болдым. Мінеки барлығын айнада етіп тап-таза қылып жуып болдым. Осылай блог жүргізді. Күнделікті эфирге шығып тұрғаным дұрыс па, қалай ойлайсыздар, қыздар? Жазып отырыңыздар, комментарий қалдырып, пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Күнделікті немен бөлісейін, не түсірейін, балалар түсірейін ба, жалпы не түсірген жақсы сіздерге пайдалы ақпараттар міндетті түрде болады. Сонымен солай шаршап отырмын енді. Бүгін ұйықтаймыз қазір. Балалар уже шаршады, өзім де шаршадым. Қазір енді ұйқыға жатамыз.